Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен тауықты маринадтайтын боламыз. Әркім әртүрлі маринадтайды, бірақ мен үй жағдайында өте жеңіл үйде бар құрамдармен маринадтаймын. Міндетті түрде жасап көріңіз, осылай өте дәмді болып шығады. Ешқандай соевый соус, лимон, бал дегендер қоспаймыз. Барлығы үй жағдайында. Үйімізде бар приправаларды салатын боламыз. Менде для окорочка деген бар екен, соны салдым. Немесе басқа да приправаны салсаңыз болады. Содан соң майонез, чеснок, ачика салдым. Ачиканың орнына томат салсаңыз да болады. Содан соң тұз салып, ең соңында шемішкі май құйып, осылай барлығын бір керке етіп араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай соус пайда болады. Соусымызды тауығымыздың барлық жағына тегізіп, молырақ жағып шығамыз, екі жағын айналдырып. Содан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша қалаған овощтарыңызды тазалап, жуып алып, осылайша картошкаларымызды да, овощтарымызды барлығын салып, содан соң қалған соусымызды да осылай овощымыздың екі жағына да аударып отырып, барлығын тегізіп, жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, осылай да өте дәмді болып шығады. Кәдімгідей маринады сізге ұнайды, тауықтың дәміне сіңеді, күшті болып шығады. Мінекей осылайша біздің окорочкамыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз. Егер сізге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, видеомды бағалап кетуді ұмытпаңыз. Хотя бы лайк басып кетіңіз. Рахмет көп-көп.